Қайырлы күн. Бүгін сіздермен осылай әдемі болып көтерілетін, өте дәмді, өте жұмсақ болатын булочкині рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге жасап, үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Ең алдымен аппара дайындап аламыз. 200 мг жылы сүтімізді, 100 мг жылы суымызды қоямыз. Сүт те суда міндетті түрде жылы болу қажет. Дрожжымыздың көтерілуі үшін. Қатты ыстық құйсаңыздар, дрожжыңыз көтерілмей пісіп қалады ыстықта. 1 қасық дрожж, және де 4 ас қасық қант қосамыз. 4 ас қасық қантпен орташа тәттілікте болады. Егер булочкилердің өте тәтті болған қаласаңыздар, 6 немесе 7 қасық қант қоссаңыздар болады. Және де аппара дайындау барысында тұз қоспайсыз ешқашан. Тұз дрожждың көтерілмеуіне әсер етеді. Аппараңыз әдемі болып көтерілгеннен кейін барып қана тұзды қосуға болады. Осылай жақсылап араластырып аламыз қант қосқаннан кейін. Және де 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз жылы жерге немесе күн түсетін жерге. Дрожжымыз осылай ісініп көтеріледі. Осының үстіне 100 мг мөлшерінде сұйық майымызды, бір жұмыртқамызды, және де 1 шай қасық тұзымызды қосып, сұйық массаның үстіне 500 г мөлшерінде ұн қосамыз. Ұн менде жоғары сұрып. Ұнымызды қосып аламыз. Ұнымызды қосып алғаннан кейін жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Осылай ұн мен сұйық масса біріккеннен кейін қолыңызға жабысқақ болып тұрады, артық ұн қосудың қажеті жоқ. Осылай барлық ұнды біріктіріп алғаннан кейін қолыңызға азғантай сұйық май жағып, қамырыңызды біріктіресіз. Сол кезде қолыңызға жабыспайтын болады. Қамырымыз өте жұмсақ болу қажет. Осылай қамырымызды біріктіріп аламыз. Қамырымызды жайып, жылы жерге 2 сағатқа қойып қоясыздар. Және де жарты сағат сайын, 1 сағат, 1,5 сағат дегенде әрі 30 минут сайын қайтарып илеп отырыңыздар. 2-3 рет қайтарып илесеңіз жетеді. Жарты сағаттан кейін осылай болып көтерілді менде. Осыны қайтарып илейміз, қолыңызды ылғалдап. Қамырымыз дайын болды, менде тура 2 сағат тұрды. Осыны дөңгелекше етіп, бірдей бөлікке бөліп аласыздар. Менде 15 дөңгелекше шықты. Осыны қалаған формаңызда булочка жасасаңыз болады. Мен орама булочка жасаймын. Айшық немесе дөңгелекше етіп қойсаңыз болады. Гүл жасасаңыз болады. Өзіңіздің еркіңізде. Қамыр өте керемет, жұмсақ болып шығады. Осылай қамырымыздың бәрінен жасап алғаннан кейін бетін майлықпен жауып, жарты сағатқа қойып қоясыздар. Тағы да көтерілуі қажет. Булочкилеріміз осылай көтерілді. Енді бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Мен 1 жұмыртқа жағып шықтым. Жұмыртқаның тек қана сарысын жақсаңыздар болады. Ол кезде сап-сары болып, әдемі болып піседі. Немесе жұмыртқаның сарысына 2 ас қасық сүт қосып жақсаңыздар болады. Қалауларыңыз бойынша бетіне кунжут немесе тмин сепсеңіздер болады. 170 градуста 30-35 минутта піседі. Беті
Қызарған кезде, қоңырқай түске ене бастаған кезде ала берсеңіз болады. Өте жұмсақ болып шығады қыздар. Жасап көріңіздер. Осылай жағып алдық. Жұмыртқаны көтерілгеннен кейін, яғни пешке салардың алдында жағасыздар. Алдын ала жағып қоюға болмайды. Пешке салардың алдында ғана жағасыздар. Булочкаларымыз пісіп шықты, қыздар. Өте дәмді. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айгүлдің асханасы.